Орманда айбатты арыстан өмір сүріпті. Барлық аңдар одан қорқатын, өйткені ол күшті әрі қаһарлы еді. Бір күні аң аулап келген арыстан үлкен ағаштың түбіне жатып ұйықтап қалады. Ол қатты ұйықтап жатқанда, кішкентай тышқан байқамай, оның табанының үстімен жүгіріп өтеді. Арыстан оянып кетіп, тышқанды ашумен ұстап алады. Аңдардың патшасын оятуға қалай батылың жетті? Деп ақырды арыстан. Қазір сені жеп қоямын. Тышқан қорыққаннан дірілдеп кетті. Бірақ бәрібір жай ғана былай деді. Өтінемін, мені жібере салыңыз, ұлы арыстан. Мүмкін бір күні мен де сізге көмектесе алармын. Арыстан қатты күліп жіберді. Сен бе? Маған көмектеспексің бе? Осындай титтей ғана жануар орманның ең күшті тұрғынына қалай көмектесе алады? Бірақ сол күні арыстанның қарны тоқ, әрі көңілі жайдар еді. Сондықтан ол тышқанды босатып жіберді. Бірнеше күн өтті. Бір күні орманға арыстан аулаушылар келді. Олар терең ор қазып, ішіне тор құрды. Арыстан қақпанды байқамай қалып, соған түсіп кетті. Ол ақырып, бұлқынып, босануға тырысты. Бірақ мықты жіптер оны одан сайын шырмай берді. Сол баяғы тышқан осы маңнан жүгіріп бара жатқан еді. Арыстанның ақырғанын ести сала, ол дереу көмекке асықты. Тышқан өткір тістерімен тордың жіптерін кеміре бастады. Бірін, екіншісін, үшіншісін, ол қатты асығып жатты. Өйткені аңшылар кез келген сәтте келіп қалу мүмкін еді. Кішкентай тышқан өз жұмысын тез аяқтады. Сөйтіп аңдардың патшасы босап шықты. Арыстан таңырқап былай деді. Енді түсіндім. Тіпті ең кішкентай дос та бір күні ұлы арыстанға көмектесе алады екен. Мысалдың тәрбиесі. Өзінен кішкентай әрі әлсіздерді ешқашан мазақ етуге болмайды. Тіпті ең кішкентайдың өзі үлкен жақсылық жасай алады. Тағы да әндер мен ертегілерді қалайсың ба? Біздің тегін Лолла қолданбасын жүктеп ал.